оқырманға қазір біз деңгейіне түспеуіміз керек. Батыс әлеммен, соның ішінде батыспен тым кіріп кеттік, тым интеграцияланып кеттік. Прозаны біліп отырсыз ғой, кәсіби прозаны. Енді бұл өте ауыр нәрсе. Осы сіздің жүрегіңізде болады. Неліктен осы? Соны жазып, менің асқан жазушы жоқ екен, мен керемет екенмін деп жүргендер көп. Қара қазақтың мәдениет болғанда, мәдениетті адамның қазақ болуы қиын дейді ғой. Қазақ әдебиетінің үлкен жарық, болашақ жарық жұлдыздарының біреуі сөйтіп сөнді де қалды. Ол болды. Оған жөн сілтеп бағыт беріп отыратын әдеби сынымыз жоқ. Одан кейін өз бетіменен жаңа түйе айдап жүргендер, әсіресе мынау кейінгі жас буын жазушылардың тарапынан. Сосын кейін Димаш ол менің ойымша тек қана академиялық стильға бағынбайтын феномен. Ол мүмкін емес деп ойладым. Мақсат Тәжмұрат, әдебиеттанушы ғалым, интеллектуал эссеист, филология ғылымдарының кандидаты. Ілгеріде Республикалық ана тілі газетінде, сондай-ақ Астана журналының бас редакторы болып қызмет атқарған. Шәңгерей, Ғұмар Қараш, Кәбиса жыл, Қаһармандық анатомиясы, Мәншүктің мәлімсіз майданы секілді алуан түрлі танымдық ғылыми кітаптарының, сондай-ақ әйгілі әнші Димаш Құдайберген туралы «Утлая лодка в мировом океане» еңбегінің авторы. Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Бұл автормен сұхбат бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайұлы. Әуелінде студия қонағымен таныстырып өтейін. Әдебиеттанушы ғалым, интеллектуал эссеист Мақсат Тәжмұрат. Мақсат аға, мынау тілегімізді жықпай қабыл алған, көңіліңізге уақыт шығарып берілген ниетіңізге азаматтық алғыс білдіремін. Жалпы мынау өзіңізді ойлағанда, өзіңіз еске түскенде сіздің көп тақырыпқа қалам тартқаныңыз мәлім. Енді оның барлығын қамтитын болса қарайын, ол байтақ әңгімеге жүк. Мен бүгінгі әңгіменің ауанын осы әдебиет қақында, өнер, оның ішінде сол әдебиет қақында қойсам деп жобалап отырмын, ұзын ырғағын. Мынау алғашқы әңгіменің енді әлқисасы былай кішкене еркін, табиғи дейміз бе, болу үшін бір кішкене естеліктерге қарай бұрсам деймін. Бұны айтып отырғаным, сіз әдебиетке ең алғаш көп енді ақын жазушы, көп солай келеді ғой, әдебиетке өлеңмен келген екенсіз. Оны алдындағы Атырауға барған сапарымда байқадым. Онда өзіңіз жүлдегер болдыңыз, сахнаға шығып сөз сөйледіңіз, сонда бір кішкентай хикаяны баян еттіңіз. Енді есіңізге түскен болар, сондағы сіздің бір шумақ алғашқы жазған өлеңіңіз, сол анау қателеспесем бір суатқа келген еліктің, аңшының қарауылына ілініп, соған енді сіздің көңіліңіздің шабақтап, бала көңіліңізбен жазған дүниеңіз ғой. Сондағы көгілдір бояу, көгілдір бояу төгіліп қалған қиялым деп. Осы хикаяны бір шашақтап кең айтып берсеңіз, сол бір өте қызық әңгімен. Әуелі әлхамын осыдан бастасақ. Енді мен 4-ші класстан бастап жаздым. Ұсақ тек хабар Қазақстан пионеріне. Содан кейін бір 5-ші, 6-ші класстарда мекен, 7-ші класстарда мекен, есімде жоқ тура. Өлеңдер шатпақтай бастадым. Бүкіл қазақ қолына қалам ұстаған қазақ қаламгерлерінің айналып өтпеген жол ғой осы. Менің ойымша негізінен бәрі өлең жазбайтын қазақ болмаған. Сөйтіп бір дәптер, бір қалың дәптерді толтырдым. Бәрі жоғалып кетті. Ішінде не бар екені есімде жоқ, бірақ шумақ есімде қалыпты. Көгілдір бояу төгіліп қалған қиялым, үрікпей жетті және де маған жырағын, мылтықтың басын қайырып қалар шағымда, ардеңбен елік талақ қып тастады қияңын деймін. Қияңын тастады деймін. Сонда жаңағы суаттың басына келген еліктер, өзім елікті көрмеген адам. Біздің ауылда тақыр дала, сор, ондай еліктеген болмаған ешқандай. Сосын анау мылтықтың басын қалай қайырып қалам, соны баяғы ескі мушкеттер мекен қайырып айтатын, шүріппен басатын еді. Соғанда таң қаламын. Ол ештеңе емес, ең ғажабы сол. Бұны сосын кейін осы жалғыз есімде қалған шумақты таныстарыма, қаламдастарыма оқып берем ғой. Бәрі оқиды да көбісі негізінен айтады.
бір жолың жақсы екен, енді қалған онша емес екен дейді. Қай жол десем, көгілдір бояу төгіліп қалған қиялым деген жолың жақсы, шынында образ дейді. Ішімнен ыңғайсызданамын, бірақ айтпаймын. Қалай айтамын енді? Оны сол жолдың өзі Қадыр Мырзалиевтің сүйге алғанымды мен. Қадырдың Қадекең кезінде сонда бір күшті өлеңдерін оқып жүрдім, соған еліктеп жазған болуым керек. Бірақ оны ешкімге айтпадым. Енді атырауда айттым, сосын өзіңе ғана айтып отырмын. Енді әлгі кім баяғыда менің журналда, жалын журналында ұстазым болған Мұхтар Шаханов, сол үйдегі жеңгей кандидаттық диссертация қорғап атқан кезде Пушкиннен қорғап еді, сол кезде айтып еді, Пүкең де біздің әйелге жем болды ғой деп. Сол сияқты Қадекең де бізге бала кезімізде жем болған. Сол өлең дегеннің өзі әлгі содан кейін жаман ақын болғанша жақсы оқырман болайын деген сөз ба, соны қойып сосын қара сөзге ауысып кеттім, соның дұрыс болған сияқты. Осы жаңа қара сөзге ауысып кеткеніңізде де жаңа айтып қалдыңыз ғой, бір алғашқы прозаңыз Күләштің, Ахметованың. Осыны да айта кеткеніңіз ол. Иә, ол енді мақала жазып жүрдім де, сосын шағын мақалалар. Соның өзінде де бір алғашқы ең бірінші бір топ кілт деген шағын. Бір топ кілт, этюд. Өз басымнан өшкен нәрсе, жаңағы бір көрші жігіттің кілтін түсіріп алған, туалетте тұрғанда түсіріп алған ғой. Далада ғой енді ол кезде дәрет. Соны тауып алып, соны бірақ енді екі баланың жаңағы мен өзім орнына ғасыр және балабек дейтін екі баланы алдым да кейіпкер қылып, сол екеуі дауласады. Біреу айтады апарып берейік дейді. Екіншісі апармайық, өзімізді сіңіріп кетейік дейді. Оны кілтті қалай сіңіреді, ол ақша емес, басқа емес. Оны істейді бір топ кілт. Содан жаңағы ғасырма біреу жеңіп, апарып беріп, сөйтіп алғыс алады. Содан жеңгелері мені бір топ кілт деп кеткен, бір топ кілт келе жатыр. Содан бастадым, соның өзінде де жаңағыдай диалогтар бар да, жаңағыдай екі баланың бірімен тіл қатысулары. Содан кейін, ол шығып кеткеннен кейін мен өркештеніп, кішкентай деген бір 2,5 беттік па, 3 беттік па бір шағын нәрсе жаздым. Бірақ оны әңгіме екендігін мен білген жоқпын. Ол кезде әңгіме дегенді білмеймін. 5-ші класс па, 6-ші класстың шамасында. Сосын оны Қазақстан пионеріне жібердім. Бір айдың шамасында ол кезде жай жүреді. Жауап келеді ғой. Жауап келді. Сонда егер өзің жазғаның рас болса, жазғаның жақсы екен деп. Әңгіме деп, мақалаң дедім, әңгімеңді есімде жоқ, айтып жазғаның жақсы екен депті. Астына жаңағы бөлімнің меңгерушісі Күләш Ахметова деп қол қойған екен. Кейін Күләш апайға осыны кейін бір кездескенде Алматыда жүргенде айтып едім, ыңғайсызданып қалды, есімде жоқ қой енді, бірақ дегенмен мен кейде ойлаймын да, сол кішкентай шығып кеткен болса газетке, мен тағы да ары қарай рухтанып әңгіме жазып, проза жазып кетер ме едім, қайтер ме едім. Содан меселім қайтып қалды ма, содан жаңағы журналистикаға, эссеистикаға кетіп қалуы мүмкін ау деп ойладым. Қалай қызық, иә? Енді сұрақтауанын мынау қателеспесем осыдан бір 7-8 жылдың алдында сіз бір мақала жаздыңыз. Бізде бәрі де бар, бізде бәрі де жоқ деген. Осы тіке әдебиетке қатысты. Оның ішінде 60-шы жылдардағы әдебиетке келген Сайындар, Мұхтар Мағауиндер хақында оның шығармашылығының үлес біраз дүние қамтылады сол жерде. Менің енді сұрайын деп отырғаным, сонда енді тақырып бізде бәрі де бар, бізде бәрі де жоқ. Енді әрине бар нәрсе бағасына жетсек, бағалай білсек, нарқына жетсек жоғалып кетпейді. Ал ол жердегі бізде бәрі де жоқ дейсіз. Сол жоқ деп отырғаныңыз не? Не жоқ бізде? Ишаралап отқаныңызды не сол? Соның ішінде айтқан болуым керек, бұл тақырып негізі Рахымжан Отарбаев ағамыздың сөзінен алынды. Осындай сөз бар, бізде бәрі де бар, бізде бәрі де жоқ. Ол бір философия емес, бірақ философиялық сентенция деуге болады. Біраз жүгі бар нәрсе, шынында да. Бізде шынында да былай қарағанда, әдебиеттің өзін алып қарағанда бүкіл жанрлар бар. Құдайға шүкір, поэзиямызда, прозамызда дамып жатыр. Кемшін болса да әдеби сынымыз бар, жоқ емес. Бірақ көңіл толмаушылық солардың қарғайсысында да бір.
соны Рахаң соны айтқан болу керек, мен сол ізбен кеткен болу үшін онда көңіл толмаушылық көп. Соның ішінде жаңағы кейінгі жастардың поэзия қазір жаман емес бізде поэзия. Біз жалпы ақын жанды халық ретінде бұрынғы деңгейімізден ана бір түсіп қалдық деп айта алмаймын, бірақ проза жанрына келген кезде көптеген өзгерістер жүріп жатыр. Поэзияда жоқ бір әуейлену, өзгеде жоқты айтсам деушілік, жаңадан бір тың нәрселер жасасам, әлемдік әдеби процеске ілессем деген жақсы ниеттен туған ізденістер, бірақ олардың барлығы да бірдей сәтті болып жатқан жоқ. Оған жөн сілтеп бағыт беріп отыратын әдеби сынымыз жоқ. Одан кейін өз бетіменен жаңа түйе айдап жүргендер, әсіресе мынау кейінгі жас буын жазушылардың тарапынан, прозаиктердің тарапынан көп байқалады. Жалпы әдеби процесіміздің көптеген ауру сырқаулы тұстарын, әдеби сынымыздың болмауынан, жалпы мемлекеттік мәдени саясаттағы осы көркем әдебиетке деген көзқарастың өз бетімен қоя берілуінен бекен бұл еркін нарық деп. Содан бекен ондай әлде де бір жөнге келмей іште жүрген қыжылдарымды жаздым. Оған себеп болған бір объективті себеп болды. Сол 2018 жыл сол жазылған мақала жазылған жылы Жас Алаш газетінің ұйымдастыруымен Қазақпен қала дейтін әдеби бәйге өтті. Оған 100-дің үстінде шығарма түсті. Жалпы қазақ үшін ауыл, кейде айтамын, ауылым деп ән шырқайтын әншілерді көріп отырып, осылар ауылға таңертең барса, кешке қашып кетеді деп. Одан да өз тұрып жатқан қала туралы неге айтпайды? Қала әдебиеті, қала әнге неге қоспайды? Баяғы Алматыда күнде жауып басылған деген ғажайып қала романстары дүниеге келген, қала тәсіптер дүниеге келген шәмшілердің ізіменен. Неге бізде сондай жақсы әндер жоқ? Қала деп барлығы дала деп жылайды, на самом деле қалада тұрады. Сол сияқты қала прозасы неге жоқ деген ойлар болып, сосын мен де бір қатыстым қала прозасын жазып. Сол неге? Мен сол прозадағы отымның алды суының тұнығы деген болады, аппақ сүю деген повесть. Бірақ ол құлады. Оның орнына, шын айтқан кезде, ешкім білмейтін, ешкім білмеу автордың міндет емес, бірақ шығармасы қолмен ұстауға келмей бұржап тұрған бір шығарма сымаққа бас бәйге берілгеннен кейін мен ішім қанжылады. Шынында біздің жеткен жеріміз осы ма деп. Ол жюридің құрамында өзім сыйлап жүрген қаламгерлердің болуы мені екінші рет қарадай күйіндірді. Енді маған содан кейін осы мақаланы жазған кезде сынып, соны сол енді жаңағы мақаламды іліп кеттің ғой, соны сын айттым. Сол кезде Жас Алаштың сол кезде бас редакторы Руслан деген жігіт, Мәкең өзі де қатысты ғой деген пікір айтты. Сосын іштегі қыжылмен айтып отыр. Менің қыжылым болған жоқ ол жерде. Мен жаздым, өтпеді, онда тұрған ештеңе жоқ. Әрине бір ынталандыру сыйлығын берсе де болатын еді, онда да құбаға болды. Оны бермесе де ренжіген жоқпын. Менің жүрегімді қабар жұтқан нәрсе жаңағыдай мүлдем әдебиеттің ауылынан 3 қайнаса түгіл 5 қайнаса сорпасы қозғалмайтын нәрсенің бас жүлде алып кеткен. Оның қасында тым жақсы шығармалар болды. Мына үлкен дем берді біздің прозалық шығармалардың жазуы. 100-дің үстінде шығару деген, оның ақшасында тұрған ештеңе жоқ. Ол кезде есеппен миллион теңге ме, бас жүлде сондай еді өзі. Сонда жаңада Мағира апамыз ғой деймін, Қожахметованың кім екен? Бір апамыздың үлкен кісілердің, үлкен қаламгерлер де қатысты. Өте тым жақсы повесі болды. Күшті повесі болды. Солардың барлығы қалып, жастарға орын берген әрине жақсы, бірақ шынымен де лайықты дүниелерге берілу керек емес пе деп ашынып жаздым. Содан кейін ең ашынған нәрсем, ең лайықты десек, жас жазушыларға беретін болсақ, сол кезде қатысқан көп шығармалардың ішінен маған ең қатты ұнағаны Ғалымбек Елубай деген. Өзім атын да білмеймін, бұрын естімеген, көрмеген, бұрын ештеңесін оқымаған жас автор деп ойладым. Сол жігіттің «Аспанда тіреуіш жоқ» дейтін әңгімесі. Өзі 3 бет бар бастырған.
нағыз чеховтық дәстүрде жазылған. Жаңағы қалаға әлгі сон бір ән болды Еркек Есмаханның. Астанада жоқ, Алматыда жоқ, барлығы жоқ деген мағынада аспанда тіреуіш те жоқ дейді. Сол жаңағы керемет соны образбен құйып тастаған ұшақ беттің бір сұрқылтай құс қой, жоқ. бүкіл жаңағы бізде бәрі де бар, бізде бәрі де жоқ дейтінді тура содан да шығаруға болады. Соған мен қатты назаланып жаздым. Ғалымбек деген жазушыны мен сол кезде аштым. Содан кейін қадағалап оқып жүрдім. Ғалымбекпен екеуміз WhatsApp арқылы көп сөйлесіп тұрыстық, бірақ бір-бірімізді ақыры мен Ғалымбекті көре алмай, тек қана осы кеше анада қайтыс болды деген хабарын естігенде төбемнен біреу шелекпен мұздай су құйып жібергендей болды. Мен олай болады деп ойлаған жоқ едім. Қазақ әдебиетінің үлкен жарық, болашақ жарық жұлдыздарының біреуі сөйтіп сөнді де қалды. Ол болды. Оны тіпті жазушылар одағының мүшесіне дейін алмады ғой. Алмаған екен, енді кітапты да ғана сол қайтардың алдында ғана шығарып кетті ғой. Сол кітапты бір жазу үшін келгенде ғана болды ғой. 107-ші көктемді ғана. Енді осы жаңа сіз айтып отырғаныңыз Темірлан Қылышбек деген азамат қой, жаңа лифті деген әңгімесі постмодернистік бағытта жазылған. Осы жерге сіз жалғыз мен оқып берейін, сол мақаладан үзінді. Сөйтіп Темірлан Қылышбек жайлы айтып келесіз де, оның лифті деген әңгімесінде қатты шүйлігөз. Енді осы жердегі мен айтып отқан ескертпелер, сындар, көңіл толмаушылық жалғыз Темірланға емес, жалпы жастарға қатысты дейсіз. Сосын дейсіз, осы жағдай жалғыз лифтіге емес, кейінгі кезде жазуға араласып жүрген көптеген жастарға тән. Олардың тарапынан ұрпағыңа кетер айналайын ана тіліміздің көпке көріну, өзін білместікпен бұзып қолдану, жойдасыз етек алып барады. Ең сұмдығы осыған көпшіліктің еті өліп, көніп те қалғаны сияқты дейді. Біздің кейбір жас жазушыларымыз құрғақ қиялға аққұла бас алдырып, постмодернизмді жазу үстелінде түгі қалмай, 100% жанып кету деп түсінгендіктен бейшара қағазға не болса соны шимайлап, осы бытықы-шытықы әлемде сәнгасып тұрған андеграунд шығармалар қатарында ұсынатын сыңайлары бар дейсіз. Енді осындай сын айтасыз. Осы ескертпелерді қандай жас жазушылардың еңбектеріне сүйеніп, неге сүйеніп айтып отырсыз? Өйткені жас жазушылар деп отырсыз. Жалғыз бұл Темірлан емес, бұл жерде бір топтық біраз адамның нелері бар секілді. Мен қазір осы жерде түсін түстеп, атын атап атайтын болсақ, әңгіме ұзаққа кетіп Әрине. Тем более оның үстіне екіншіден бұлар жаңадан бастап кеткен жазушылар, енді ішінде әдебиетке, прозаға келгеніне бір 10-15 жыл, 20 жыл болып қалған жігіттер де бар, қыздар да бар, бірақ солардың барлығының бәрін ұзақ сүрелеп айту қиын. Жалпы бұл тенденцияны айту керек деп ойлаймын. Жаңа Темірланды айтқан кезде лифтіні бір аударма басқа бір шетел әдебиетінен аударылған дүниелердің сарынын естігендей болдым. Солардың ізіменен қазақшаланғандай. Өзі қалың тәжірибелі адамдар, жазып жүрген адамдар бірден байқайды аударманың қандай екенін, көрініп тұрады тігісінен. Сосын кейде мен өзім ойлаймын, осы кейінгі осы мынау андеграунд шығармалар, постмодернистік деп жүрген әртүрлі измдердің жетегінде әдістермен жазылғандардың көбісі кейде қазір мына интернет әлемінен бәрін тауып алуға болады. Әртүрлі елдердікін транслейт арқылы, латындікінде, Европаның, Азияның елдерінің, Қытай, Оңтүстік Азия, Шығыс Азия, бәрінен сөйтіп теріп, тауып, бір нәрсені тауып, сосын құрастырып шығара беруге болады өзіңдікі қылып. Оны қазір орыс әдебиетінде де қазір қарап отырсаң, интернетте орыс тіліндегі орыс жазушыларының бастап жүрген оларында да сондай шетелдік әңгімелердің иісі аңқиды прозаның. Сондай осындай бір компиляциялық жолдарменен жасалып қалды ма деп кейде ойлаймын. Олай болмаған күннің өзінде де сол дүниелердің қатты бір әсерлері тиген сияқты. Қалай болғанда да
соның ішінде біз қазір постмодернизм дейміз ғой. Осы жаңағы көптеген шығармаларды қарап отырсақ, постмодернистік бір ыңғайлар анық. Мәселен, солардың өздері даже постмодернистік емес, 20 ғасырдың басында ғана психологиялық реализм әдісімен жазылғандай болады. Кейбір әңгімелер мен Стефан Цвейгтің ықпал әсерлерін байқаймын. Кейбір әңгімелерден Кафканың әсері байқалады. Бұл психологиялық реализм әдісі. Сондықтан бұлар реализмнен әлде де аулақ кете қойған жоқ. Бірақ постмодернизм мен сол психологиялық реализмнің екі ортасында шөре-шөре нәрселер болып қалған сияқты. Барлығын бірде әрине бұл ізденістердің бәрін жоққа шығара беруге болмайды. Бұндай ізденістер болмаса, осындай соңғы қазіргі заманауи әдебиеттегі әдеби тенденцияларды, әдеби стильдерді, әдеби ыңғайларды үйтіп бойына сіңіріп, сөйтіп жазбаса, ол да әдебиет дамымай тұрып қалғанның белгісі болады. Қазіргі орыс әдебиеті өте күшті әдебиет, бірақ келіп тұрып қалды. Себебі оның қоғамы тұрып қалды, оның саяси жүйесі тұрып қалды. Өсу жоқ, даму жоқ. Мен ең қорқатымыз сол. Ал қалай болғанда да бізде де, Құдайға шүкір, қоғамда да ілгерілеу бар. Саяси жүйеде де өзгерістер болып жатыр. Соған сай біздің әдебиетіміз, соның ішінде прозамыз, соның ішінде жас прозамыз қазір басын тауға да тасқа да соғып қатты ізденістер жасап жатыр. Сондықтан мұндай кездерде кемшіліктердің кетуі әбден заңды нәрсе. Бірақ ендігі әдеби сынның міндеті не? Егер әдеби сын болатын болса, ол бәрі әрине. Бірақ алғарай алдағы міндеті не? Осылардың жасығын бір бөлек, озығын бір бөлек шығарып, екшеп, жол нұсқап отыру. Қай жерден біз адасып кеттік, қай жерден біз дұрыс келе жатырмыз деген әңгіме. Мәселен, мен енді өзіме ұнаған біреуін айтайын. Соңғы Досқан Жылқыбай деген жазушының «Квант» дейтін хикаятын оқыдым. Бұл әңгімеден ұзағырақ, повестен кішірек, бірақ шынында соңына дейін арманалдай бұйдалап жетелеп келе жатады да, сосын кенет адам ойына келмейтін нәрсені береді финалда. Жаңағы өте бір алдында көріп жүрген адамы ғайып болып кетеді, или соның елесін көргендей болады. Финал соған дейін алып келеді. Соны оққан кезде сен оның тақырыптың шығарманың аты есіңе түседі. Квант дейтін. Кванттық механика, кванттық физика есіңе түседі. Сонда қаншалықты ақтап тұрғандығын алу. Ана адамның бойындағы лирикалық кейіп, бас кейіпкердің бойындағы рефлекстер, рефлексациялар. Соны әдемі атыменен бастап, жымдастырып соңына дейін алып келіп отырған бұл шынында бұл болашағынан талағының биті бар жазушының аяқ алысы деп есептеймін. Досқан деген жігітті. Мен оны білем, танимын. Өте ізденгіш жігіт соңғы кездерде. Сол сияқты Бақытбек Қадыр, жасыл шатырлар ғой деймін. Бақытбек те осы жолмен келе жатыр. Бақытбек те өте көп ізденетін жігіт. Менің ойымша осы жігіттерден осы жаңа айтып отқан постмодернистік демей-ақ қояйын. Психологиялық реализм қазақ прозасындағы сол кезінде бірақ Мағжандар бастаған. Шолпанның күнәсінен басталған. Кешегі оң қолға Төлен Әбдіктің соған дейін келіп жатқан қазақ прозасынан басталып, барып тоқтап қалған үрдістерді бұл жігіттер әрі қарай жалғастырып жатыр. Бірақ бейсаналы түрде европалық әдебиетке еліктеген түрде жалғастырдық өздері ойлайтын болу керек соларды. Негізінде бұл ұлттық модернистік және постмодернистік әдебиетіміздің бас еді. Соны әрі қарай жалғастырып жатыр. Енді әрі қарай бұл қандай бұл тәжірибе өзінің жемісін береді? Дұрыс келе бола ма? Дұрыс болмай ма? Кейде ақылға сыйымсыз реализмнен мүлдем ада күде қол үзіп кететін нәрселер болмау керек деп ойлаймын. Оқырманды сендірмейтін. Қалай дегенмен де біз реалистік әдебиеттің жүрегінде бөленіп өскен халықпыз. Біз әлем әдебиетінен біздің буынды айтайын, мен өзіміздің буынды айтсақ, біз әлем әдебиетінде Диккенс, Теккерей, Анатоль Франц, Флабер, Золя, сияқты Джек Лондон, реалист, таза қаны шыққан реалистік романистикамен өстік. Жалпы роман өте жас жанр. Жас жанр болғанда да кейін ғана пайда болған. 16 ғасырдың өзінде
протестанттардың арасында күнделік жүргізу дәстүрінен ұзақ әңгіме деп, мына Ахаң айтады ғой, ұзақ әңгіме деп. Ұзақ әңгіме түрінде күнделік, содан кейін ұзақ әңгімеге үлесіп олып, кейін ұлы әңгімеге ұласқан түрі қазіргі проза. Бірақ сол роман жанрында сол бүкіл біз сол 17-18 ғасырдан бері келе жатқан, соның ішінде орыс әдебиеті. Сол алдыңғы 2 ғасырлық еуропалық әдебиеттің дәстүрімен дамай бастаған орыстың классикалық әдебиетімен өстік біз. Оның ішінде мен өзім ұстатын Чехов қысқа әңгіменің шебері ретінде оған ешкімді тең қою мүмкін емес әлем әдебиеті бойынша. О Генри ғана шенде салуы мүмкін. Екіншіден, совет дәуірі бойынша мен тәнті болатын Валентин Распутин. Тілі қандай? Ал қазақ әдебиетінде әрине бізге әсер еткен өзімнің төл әдебиетім болған көп, бірақ дегенмен де мен өзіме басылмен қайта жылдар бойы жыл сайын бір рет қарап қоятын Құрманғазы Қараманов деген марқұм жазушымыз болды. Оның алтын іздеушілер деген 5 повесі, сосын кейін көзі тірі жазушылардан Серік Асылбекұлының прозасын айтар едім. Маған осындай әсерлер болды. Бұның бәрі реалистік әдебиет. Біз сонымен ауызданып өстік. Сондықтан бізге қалай болғанда да реалистік дәстүрден үйтіп кетіп қалуға қалың оқырманымыз да дайын емес. Біздің өзіміз де әлде де дайын емеспіз. Постмодернистік, даже тіптен психологиялық реализммен жазудың өзіне де әлде тәжірибе жетпей жатыр бізде. Сондықтан бізге не жазсақ та өмірдің өзінен ойып тұрып алып жазып, қан сорғалаттырып жазу керек. Не деуге болады мұны бір сөзбен айту қиын, мүмкін нон-фикшн деп атауға болатын шығар. Әрине, нон-фикшн деген термин таза көркем әдебиетке жатпайды, келмейді. Ол деген көркем әдебиет емес, нақты ойдан шығарылмаған, өмірде болған нәрселерде жазылған шығармаларға айтады. Мүмкін біз бірақ саналы түрде біз нон-фикшнге әдеби жанрлардың, прозаның элементтерін араластырып отырып, өмірдің өзінің ойып алып, сөйтіп жазған бізге әлдеқайда заманауи болатын шығар. Себебі қазіргі әлемдік әдебиеттің үрдісі, негізгі үрдісі нон-фикшн. Көркем шығармаларға да келе бастады соңғы кезде. Міне сол тұрғыдан келген кезде бізге мүмкін себебі біздің қазақ қоғамында болып жатқан өзгерістер, жазушылар дәл қазір нон-фикшн арқылы өмірден ойып алып тұрып жазатын тақырыптар өте көп бізде. Мәселен, Стефан Цвейгтің «Амок» дейтін несі бар, новелласы бар. Ол еркектің 24 сағаты дейтін, әйелдің 24 сағаты дейтін новелласында да осы «Амок» туралы айтады. Адам ашудан, ызадан, ессізденіп, өзін-өзі ұмытып, көзіне қан құйылып дейді ғой қазақ. Сөйтіп, маңайындағылардың бәрін өлтіріп тастайды. Өзінің үй ішін өлтіреді. Мынау Филиппинде Малай дейтін ел бар. Сол малайлардың арасында өзі сондай тұқым қуалайтын ауру, сонан алып жазған кім? Стефан Цвейг. Стефан Цвейг негізі психологиялық реализм ірі өкілі. Сол адам бойындағы осындай құшыр, қанбаған құшыр, сөнбеген жалын, соны бүкіл новелла шығармаларын повестен арқау еткен. Сол құшыр, ол табиғат ешкім білмейді, мәлімсіз, адамның өзі де білмейді. Сондай нәрсені сол жазған. Бізде осы соңғы 10-15 жылдың бедерінде 1-2 жылдың ішінде бір керемет құйын соғып өтті. Түркістанда да, Шығыс Қазақстанда да, еліміздің әр түкпірінде облыстарда кредиттерін төлей алмай, сол кредит алып өзінің семьяларын, балдарын, кішкентай балдарына дейін төсекте жатқан кезде, әйелін, әке-шешесін қырып тастағандар болды. Нағыз Амок. Психологиялық реализм ба? Реализм. Осыны неге жазбасқа? Соған мәу деген ешқандай жазушы болған жоқ. Соны қылмыстық істі алды, көтерді, жазып шық, болды. Мінекей саған. Амок қазақша айтқанда. Катастрофа біздің. Ұлттық апат. Бір ғана мысалы келтіріп отырмын мен. Осы жерде мен бір топтап бір сұрақ қояйын деп отырмын да. Енді әрине заманға сай тіл техникаланады, образ сығымдалады, уақытқа сай ғой енді. Сонда біз енді қалай болғанда аграрлы әдебиеттен кеттік, дайым менің мінгенім ал қарагер, ауыздығын шайнайды сол қарагер деп отыра алмаймыз. Қалай болғанда да. Осы жерде бізде дәстүрлі әдебиет пен жаңа әдебиеттің өкілдерінің арасында кішкене конфликт бар секілді. Бұл бір.
Екіншіден жалпы мына бізде бір жаман тенденция бар. Бұл мүмкін өзіміздің өзгені зор өзін қорқытудан келетін жаңағы метрополиядан шыққан бір сырқат бекен. Жалпы бізде мына білімді бағалаудың көбісі сол әлем әдебиетін көп біледі, Жапон әдебиетін көп біледі деген секілді, мысалы француз әдебиетін көп біледі деген секілді осылай. Бірақ сол әлем әдебиетінің ішінде қазақ әдебиеті де кіреді ғой, өйткені әлем дегеннің ішінде біз де кіреміз ғой. Сонда бізді әлемнен бөлек қылып тұратын, бөгенайымызды бөлек қылып тұратын бір идентификация ма, бірден өзек болу керек қой. Мысалы Жапон әдебиеті ұқсамайды ғой, бәрі француз әдебиеті. Оның өзінің жеке бір уілі бар, өзінің жеке бір не десек екен енді, бір мөрі бар өзінің бір. Осы жағына келгенде мына қазақтың әдебиетінде бір иіс, өзінің жеке иісі, өзінің бір жеке уілі, өзінің жеке музыкасы дейміз бе, оның қазақ екендігін танитын. Осы жағына келгенде бір өте сүркейлеу сол. Осы біз әлем әдебиетін меңгергенде де біздің ішімізде бір тегершік болу керек секілді, бір синтез болу керек секілді. Бізде де кез келген әлем әдебиеті қазақтың әдебиетіне келгенде ассалаумағалейкум деп кіру керек секілді. Ода есігінен бүйтіп, былайша айтқанда әлемдік ойды қазақтың өз қазанына қайнату керек секілді. Осы жағына келгенде бізде бір қағынан жеріну ма, мынау төл әдебиетті меңгере алмаудың бір әрекеттер бар ма, осындай бір дүниелер бар. Осы сөйлемнің бұлыңғыр болып жататын, жаңағыдай ойдың тәржіма секілді болып жататындығы, осын маған қайран қалам. Бұл енді бір сұрақ деп қойыңыз. Екінші, мына өзіңіз жаңа айтып отырсыз, не десек те әдебиетке сынның керек екендігін түсініп отырмыз. Осы неге сынға келгенде біз енжар, неге басын алып қашады адам? Неге әсіресе осы сынауға келгенде неге олай? Біздегі әдебиеттің көбі ішін кеп тұрып сол мақтау. Бәрі күшті, бәрі ғажап деп. Осы қайдан шыққан комплекс? Бірінші сұрағымнан бастайын. Сөйтіңіз. Иә. Осы анау бір ковид жылдары бәріміз үйдегі тығылған кезде, дүниеден бөлектеніп қалған кезде мен қазақ экологиясы дейтін жоба жасадым. Жаздым оны. Жазғанда өзім үшін жазып қойдым. Біз сондағы ойым, біз мынау батыс әлеммен, соның ішінде батыспен тым кіріп кеттік, тым интеграцияланып кеттік. Өзіміздің жаңағы идентификация, біркелкеленуімізден ұлт ретінде ажырап қалдық. Есігімізді жан-жақтан, төрт бұрыштағы есігімізді ашып тастадық. Терезелеріміздің бәрін ашып тастадық. Кім болса сол баспа түрелеп кіріп, біз соларға еліктеп солықтауымызбенен біз өзіміздің қазақ есімізден жаңа шынымен айырыла бастадық. Енді соған қайтып оралсақ қайтеді. Мына ковид сияқты, қалай біз сол кезде тұйықталдық қой көрпемізді. Сол сияқты неге жалпы ковидтен кейін неге тұйықтамасқа деген бір шалық ойлар келіп, мен соны жаздым. Онда сүйенген нәрсем Әлихан Бөкейханның анау бүкіл этнограф ретінде, экономист ретінде жазған кітаптары, мақалалары, сонда айтылатын негізгі темірқазық ой, түпқазық идея ол қазақ қоғамы дейді, баяғыдан, ерте заманнан өзін-өзі экономикалық тұрғыдан қамтамасыз етіп келе жатқан, ешкімнен ештеңе алмайтын, бермесе алмайтын, өзін-өзі қамтамасыз етіп жатқан, ешкімге көнсіспейтін еліміз. Біз әлде де болса сөйтіп жүре тұрайық деп кезінде мына қазақ даласына қарашекпендердің келуіне қарсы болған кезде айтқан идеялар болған. Шынында біздің шынында қарап отырсаңыз солай. Ол кездегі қазақ киімді де өзі малынан жасады, тамақты да өзінің малынан, азық-түлікті де сатып алса, жаңағы келген Орта Азиядан келген саудагер, Ресейден келген саудагерлерден жаңа кірәсін деген сияқты, сабын деген сияқты, сабының өзінде сахар қайнатып жасаған. Тек қана кейбір нәрселерді жекелеген мануфактураларды маталар болмаса көп ала бермеген. Неге біз соға қайтып оралсақ, көрпемізді қайтадан тұйықталсақ деп, мынандай эпидемиялар, рухани эпидемиялардан да сонда өзіміз Түркменстан сияқты сақтар едік деп өзімше қиялдадым, жаздым. Бірақ уақыт өте келе мен мұндай болмайтын. Біз кеш қаппыз. Біз бәрін беріп қойыппыз көп нәрсені. Біз оқшау европаласып кеткен екенбіз. Даже біз қазір европаласқан сонша, біз мынау көршілеріміз Қытай сияқты, Қырғыз сияқты, Өзбек сияқты, Тәжік сияқты бір бұранда шығара алмаймыз өзіміз. Себебі біз еңбек етуді қойдық. Олар сияқты 12 сағат еңбек ету түгіл,
8 сағат еңбек етіп, давай мен қалтама 700 мың, 800 мың баспасаң, мен жұмыс істемеймін деп үйде жатып алатынды шығар ереуілшіл қазаққа айналдық. Сол сияқты біз мұндай жатып тұрған кезде біз тереземізді, есігімізді бүтіндеп жаба алмайды екенбіз. Бізде ендігі жол қалай болғанда да осы жолмен кеткен күннің өзінде де 50-60% болса да өзіміздің қазақтық біркелкілігімізді сақтап қалу. Осы жерде әрине бізге қазақтың руханияты ғана көмекке келеді. Бізде экономикадан қайыр жоқ. Біз мұнай біткенше сойған дейін жетеміз, жеткен жерімізге дейін. Одан кейін де Алла біледі не болатынын. Бірақ мүмкін сол кезде біз тілімізді, дәстүрімізді қалай болғанда да бір сақтап шығатын, ең болмағанда жартысын алып қалатын дәрежеде сол қазіргі руханияттың күресетін үлкен нәрсесі сол ғой деп ойлаймын. Екінші сұрағыңыз сынға байланысты. Жаңағы изімдер бойынша жазылып жатқан андеграунд шығармаларды байқасаңыз, бізде енді сыншы көп емес қазір. Амангелді Кеңшілікұлы сияқты қадау-қадау жақсы жазып жүрген, Аққұла осыған осы тақырыпқа бауыр басып келе жатқан сыншыларымыз жоқ емес, бар. Бағашар Тұрсынбайұлы. Мәселен, бірақ соның ішінде мен кейбір жігіттердің, сыншы жігіттердің осы изімдерді, даже кейбір алдыңғы буын жазушылардың өздерінің соларға іш тарта қарайтынына, сын емес, сын көзбен қарамайтындығына кішкене апшыңқырап отырам. Ол жерде жалпы тенденция жастардың жолын бөгмеу керек, жастардың қолын қақпау керек. Әрине сол дұрыс. Бірақ алдыңғы буын қаламгерлердің, үлкен ақсақалдардың, қарасақалдардың, көксақалдардың міндеті жоқты жоқ, барды бар деп айту емес пе? Қалай болғанда да бұлар өте тәжірибелі, талай жылдардың осы әдебиетке, соның ішінде прозаға берген, аты бар, заты бар, аузы уәлі, ел қарап отырған, оқырмандар қарап отырған адамдар. Ал егер бұлар сөйтіп, өйті жағдайды өз бетімен сын айтпай қоя беретін болса, ертең бұлар шынымен де қалпақтары дағарадай болып, телпектері. Шынында менен асқан жазушы жоқ екен, мен керемет екенмін деп жүргендер көп. Анау Нотр-Дамда құлшылық қылдың ба деген ба? Оққан жоқ, мен ештеңе деп айта алмаймын. Бірақ анау адам сол елдік қарап, жұрттың қолпашын, көптің қолпашын семіріп, менің алдымда ешкім жоқ екен деп ойлап қалуы мүмкін бұлар. Олай емес қой. Талай ғасырларға созылған дәстүріміз жатыр. Бертінгі 20 ғасырдың басынан басталған модерндік әдебиетіміздің өзі әуелі Нотр-Дамдар солардың жалғасы. Сондықтан кішкене жөнге салатын, тәктеп қоятын жерлеріміз үлкен ағаларымыздың аузынан шығу керек деп ойлаймын. Мына енді өзіңіз дегенде бірден асасаса, енді адамнан шығатын бір мазмұн болады, сол эссеист екендігіңіз. Осы эссеге, сіздегі жазылған эссенің көбіне қарасақ, тұлғаның тағдыры, тұлғаның өмірі, тұлғаның қасіреті деген секілді дүниелер қамтылады. Енді не десек те адамзаттың тарихы деген ол тұлғаның тарихы ғой. Бұл енді бір жағынан неге сіздің негізгі мотив сол тұлға? Осының мәнін түсіндіре кетсеңіз, сосын бұл эссеге келудегі мақсатыңыз қалай болды? Бұл табиғи түрде ма, әлде бір тұлғаға деген бір адамның бір солай бір айту керек болды ма? Мен тегі сол журналистика арқылы келдім эссеистикаға. Енді эссеистика мен журналистиканың арасы жақын негізі. Өте жақын. Екінші саты журналистикадан кейін эссеистика. Сосын енді бір жағынан мен ғылыммен де айналыстым. Филология, оның үшін әдебиеттану, әдебиеттің тарихымен айналыстым. Әдебиеттің тарихы болғаннан кейін мен алғашқы зерттеу объектім Ғұмар Қараш. Мен кандидат диссертациям тақырыбы 10 жылдай зерттедім. Соның нәтижесінде монография жаздым. Бірақ монографияның өзі де таза мағынадағы монография емес, эссеистік сарынмен, бағытпен, стильмен жазылған монография болып шықты. Бұл біздің қазақ әдебиетіндегі әдебиеттануды бұрыннан бар нәрсе. Мәселен, Рымғали Нұрғалиевтің трагедия табиғатын алып қарайтын болса, ол таза эссеистік монография. Сол сияқты Зейнолла Қабдоловтың сөз өнерін алып қарайтын болса, ол да сондай. Бұндай мысалдар көп. Келтіре беретін.
бұлар нағыз эссеисттер негізі, бірақ ғылымдағы жүрген эссеисттер. Сондықтан одан кейін Шәңгерей жазылды, одан кейін Мәншөк жазылды, тағы да Майра Шамсудинова. Жеті кітабының негізінен бесеуі ғұмырнамалық эссе екен. Бұл енді тегінде мен өзі қазақ тарихына альтернативті көзқараспен қараймын. Не жазсам да баламалы көзқараспен. Біреулер таптаурын соқпақпен жүрмей, өзімше жаңа ой айтам, жаңа көзқараспен келем, жаңа бір бағыт табам. Сөйтіп жаңа сол тарихымызға деген көзқарасты, жаңа көзқарасты жеке адамдардың тағдыры арқылы, тұлғалардың тағдыры арқылы айтқым келген сияқты. Себебі бұлда тағы да эссеистика, мәселен, өзі батыс әдебиетін қарап отырсаңыз, көбісі мықты жазушылардың көбісі эссеистика арқылы келген прозаға. Соның біреу Андре Маруанікі, енді таза ол проза жазған жоқ, Стендаль, Вальтер Скоттар сияқты, бірақ қарап отырсаң, оны Бальзак, Виктор Гюго деген атақты жазушылар туралы жазған қалың, жырта қарыс қалыңды кітабын қарап отырсаң, бұлар таза эссе емес, бұл романизированный эссе, романдалған эссе. Оны оқып отқан кезде кейде көркем әдебиет, көркем шығарма оқып отқандай боласың. Мен де сол Шәңгерейден екінші кітабым Шәңгерейден бастап романдалған эссе жанрына қарай ойыстым. Романдалған эссе ол тек қана биография, романдалған ғұмырнамалық эссе, ол жеке адамдардың тағдыры арқылы ғана жазылады. Сол арқылы мен біртіндеп прозаға қарай жақындап іштей дайындалған сияқтымын. Оны бірақ өзім білмеймін. Кейін ғана түсіндім. Прозаға келу үшін эссеистикадан романдалған ғұмырнамалық жанр арқылы келу керек екен деп ойладым мен. Солай деп ойлаймын мен. Осы эссе дегеннен шығады, сол эссенің ішіндегі бір тағы да ішкі бір нәзік мәселелерді аласыз. Қоғамдағы бір қайшылықтарды қамтып өтесіз. Сондай дүниенің бірі маған ерекше әсер еткен тақырып бұл орыс тілі сабағы деген сіздің эссеңіз. Өте кілтең тақырып. Сонда мынау философ Эмиль Шаронның адам елді өмір сүрмейді, тілді өмір сүреді деген бір түсінікті сіз одан әрмен қуаттайтын секілдісіз. Бұл жердегі негізгі мәселе тілге байланысты, адамның мынау өзінің ана тілі, төл тілі. Ондағы мәселе сіздің алғашқы мектептің табалдырығын орысша 2 жыл ғой деймін, қателеспесем. 2 жыл орысша оқитындығыңыз, оның сізге деген қаншалықты әсері, соны баяндайсыз. Міне осы арқылы мынау жалпы сол бағанада өзіңізден сұрайын деп отыр едім. Енді бәрібірде ана тілдің табиғатын, гравитациясын адам оқығаннан кейін сіз көре алатын, сіз сезе алатын бір түсініктер бар. Мұны мен айтып отырғаным, бізде мына таза сойы қазақ болғанмен шығармасы толығымен орыстың несін өтіп кеткен қаламгерлер бар. Соның бірі Олжас, Бақытжан Қанапиянов деген кісілер. Осылардың ішінде не бар енді? Бұл нендей құбылыс? Сөйтіп айтып келесіз де, енді Құдай тағала әйтеуір осыдан қақты, мені сақтады. Бұл негізі шындығында трагедия әрине. Үлкен трагедия, бір өте шетін мәселе. Кезіндегі мен кейде ойлаймын, 20 ғасырдың басындағы қазақтың менталдық жөніндегі ауруды көрсеткен адамның бірі Жүсіпбек қой, соның ұлт сүю деген мақаласында бір ғажап сөз бар. Мәдениетті адамның қазақ болмағынан, қара қазақтың мәдениетті болғанынан мәдениетті адамның қазақ болуы қиын дейді ғой. Өйткені өте ғажап сөз. Сондықтан бізде орыс тілі мәдениеттің, бір кісіліктің, жетілгендіктің, заманауи адамның бір несі ретінде насихатталды ғой. Бірақ айналып келгенде бұл ешқандай мәдениетті емес, бұл трагедия екендігіміз сол сіз аңдатып өтетін секілдісіз. Осыны бір кең шашақтап айтып берсеңіз, осы тілге байланысты осы мәселені. Мен ана орыс тілі сабағы өзі тіл туралы эсселер өзі бар, негізі көркем шығармалары бар. Мына бір немістің жазушысының «Уроки немецкого» дегені бар. Сосын Валентин Распутин «Уроки французского» деген әңгімесі бар. Сол жаңағы соны оқып отырып,
есіме балалық шақ еске түсті. Бұл автобиографиялық ғұмырбаяндық эссе. Бірнеше ғұмырбаяндық эссе арқылы мен мемуарлық бір нәрсе жасаймын, бірақ тікелей әлгі еске алу емес, әлгі естелік емес, өйтсең ол өзіңді өзің мақтап кетесің өзің. Мынау жаңағы көркем шығармаға жақын сол екі аралықтағы эссе формасыменен өзімнің өмірімді қадау-қадау нәрселерді жайлап градация жолымен болашақта бір нәрсе шығарғым келеді. Қошқармен қоштасу деп аталады. Жаңа мен Қошқар деген ауыл қазір картада жоқ, жойылып кеткен ол ауыл, құланысы жатыр. Сонда мен басқа поселкеден көшіп келіп, бұл жерде мен бірінші класста орысша бастағам. Көшіп келгеннен кейін ол жерде екінші класста оқыдым. Көшіп келген жерінде жаңа Қошқар дейтін жерде ол бірандай қазақ мектебінің ішінде 4 класс болатын. Одан кейін келесі жылы үшіншіге көшкен жылы жабылып қалды да, мен қазақ мектебіне бардым. Шешем айтты, сен ана аудан орталығына барып интернетке де оқуға болатын еді. Онда өліп қаласың, қарның ашады, білесің, жібергісі келмеді, сонымен ауыстым да кеттім. Енді алғашқы кезде қиын болды, күрт бұрылыс. Мәселен, дейтін әріпті былай имектеп жазу керек қой, үлкен әрпін, бас әрпін. Мен кішкентайды үлкейтіп жазатынмын, жаңа үстіне ноқат қойып. Ғана оқытқан жоқ, мен буквармен ғана оқыдым ғой. Түсініп отырмын. Содан кейін өте қиын болды, бірақ әйтеуір енді қазақ ортада өсті, қазақ ауылын оқып кеттік. Содан кейін бірақ уже кітаптарды бірде қазақша, бірде орысша оқитын болдым, кітапханадан алып кітаптарды. Сөйтіп ол кезде мен қазақша ғана жаздым бастағанда. Кейін 2009 жылы Астанаға шақырылдым, Астана журналының бас редакторы болып. Сөйтіп екі тілді журнал екен, сол екі тілді журнал шығарған кезде өзім орысша жаза бастадым. Сөйтіп одан кейін Майра Шамсудинова туралы кітабымды орысша жаздым, сосын Мәншүк туралы кітабымды қазақша орысша жаздым, орысшасында жаздым. Димаш туралы кітабымды орысша жаздым. Сонда 3 кітап орысша жаздым деп айтуға болады. 8 кітаптың ішінде 3 кітап орысша жазылыпты, 5-і қазақша жазылып тұр. Енді мен енді айта алмаймын, орысша жазған кезде тура өз ойымды қазақша жазғанымдай көркемдеп жеткізем деп. Бірақ сол 2 жыл оқуымның өзі менің 2 дүниеде өмір сүріп, алма кезек өмір сүруіме жетістірген екен. Мен кейбір нәрселерді қазір орысша ойлап кететінімді байқаймын. Орыстықты кейде тұрғыда тұрып сөйтетінді байқап, кейде ой жүгіртіп қарасам, мен шыннан да 2 жыл оқымай, мен тағы 4 жыл, 5 жыл оқитын болсам, онда мен де жаңағы таза қазақтығымнан қалып, ана тілімнен жерініп, таза орысша жазып кетеді екенмін. Немесе екі ортада шөре дүбәра болып қалуым да мүмкін екен. Ал мен қазір 4-ші жүз дейміз ғой біз. Мынау орысша жазатында, орысша оқығанда, орыс мектебін бітіргендер, орыс институтын бітірген, университет бітіргендер. Соларды кейде ойлаймын. Мен 2 класты бітіріп, мен сөйткен кезде бұлардікі, менікі драма, мен соның өзінде драмада болды. Мыналардікі трагедия шығар деп. Өз қағынан жеру деген сөзі біз кейде оп-оңай айта саламыз. Оған бірақ жетіршетілді өмірлік жағдаяттар, факторлар әсер ететіндігін, бұл әрберден кейін адамның тағдыры екендігін, тағдырын 360 градусқа дейін бұрып жүрген тажал саясаттың адамның бүкіл жанын лайлап тағдырына балта шауып жатқандығын біз түсінбейміз, кейде кінәлай саламыз. Олардың өздері де айтады ғой, мәселен, не біз андай емеспіз, не мында емеспіз, не Азия емеспіз, не Еуропа емеспіз. Біз осы кімбіз деген сұрақты өздерімізге жиі қоямыз дейді. Сондықтан мені Құдай қақты. Мектеп жабылып қалып, Любовь Константиновна Қошқардан қашып кеткеніне мен кәдімгі Құдайға тоба айтамын. Ал егер енді мен кейін осы тақырыпты эссе жазып отқан кезде де орыс тілі сабағын одан кейін де көп ойландым. Бұл неге? Өзімді сараладым, рефлексияларымды. Сөйтсем, мына құлдық сана біреудің езгісіне басқа халықтың, үлкен халықтың, енді білесіз, аю құшақта жатқан халықтың кейде алғашқы жылдардағы, алғашқы кездердегі өпірім зорлықшылдарға қарсы, колониализм, отаршылдыққа қарсы іштей ызасы булыққан қарсылығы кейін бірте уақыт өте келе сол халықтың әдебиетімен, мәдениетімен, өнерімен ауызданғаннан кейін сол халыққа ғажаптану, таңдай қағуға ұласады екен.
жаңа айтып отқан 4-ші деп айтқан орыс тілдердің өзі бәрі бірдей мен кіммін, мен шөре болып қалдым ғой деген сұрақты қоймайды. Олар себебі қазақтықтан шығып, анау ұлы мәдениеттің, ұлы ненің құшағына құлап, ұлы тілдің байда қуатты, ұлы да қуатты тілдің несіне 100%, 200% берілген адамдар. Олар ғажаптанады. Олар одан артық мәдениет бар деп есептемейді. Толстойдың әдебиетінен, Достоевскийдің әдебиетінен, Чеховтың әдебиетінен артық әдебиет Европаның өз шенге келмейді деп есептейді. Ондай тіл әлемде өте аз деп есептейді. Орыстың тілі ағылшын тілінің үстінде дейді. Шынында бай тіл, қуатты тіл. Біз сол арқылы бізді бұл енді біздің 20 миллион болатын болсақ, енді соның 1/4 деп айтуға болады. Орыс тіл, таза орыс тілді деп есептейік қазақтар. Сол 5 миллиондай менің шамаменен адам осы ғажаптығының соңында өзінің ұлттығын, өзінің қазақтығын жоғалтқан, бұл барып тұрған шеңбірек атқан трагедия, қасірет. Өте ойландыратын дүние. Мына қазір сізде бір талпыныс бар секілді. Өйткені адамға жас деген бар жоқ, сандар ғана ғой. Өйткені адам бәрібір де сананың мүлкі ғой. Сондай бір көп жас түсінікке ұмтыласыз. Сол талпыныстың бірі мынау естеден сіз прозаға өткіңіз келетін секілді бір әрекеттерді байқаймын. Осы талпынысқа не себептен ұмсынып жүрсіз? Оны айтып отырғаным алдында біз өзіңіз жібердіңіз. Рахмет. Бала бит басқа шыққан күн деген мысалы. Ол да сол прозаға қарай талпыну. Ол жалпы прозаға қарай әлде бір заманның бір өзгерісіндегі бір нәрседе аңғарғандықтан ба? Бұл неліктен осындай тәжірибеге барып жатсыз? Мен жаңа сөздің басында айттым ғой, кішкентай деген жаңа әңгіме. Содан. Одан кейін мен 72-ші жылы Дүкенбай Досжанов ағамыздың марқұм Жібек жолы дейтін роман шықты, тарихи романы. Соны маған қатты сұрапыл әсер етті. Соның сұрапыл әсер еткендігі сонша мен жалма-жан отыра қалып, қалың дәптер бар, общий тетрадь дейтін едік. Осында скрепкасын алып тастап, ұзына бойлап, алып 48 бет қой енді. Соның 2 бетін толтырып, 48 бет тарихи роман жаздым. Сол жаңағы жоңғар қазақ шапқыншылығы, жоңғарлардың қазақтарға шапқыншылығы, жаңағы кімнің Дүкеннің романындағы нелермен сол қазақ батыры, бірақ өзім таңғаламын, мен дәл қазір үйтіп жаза алмас едім. Басым қаңғып, көзім тұнып, құлағым шыңылдап, ондай жазу енді маған енді қайтып келмейтін шығар. Осы жерде айтып кетейін, қалай болғанда да прозаны біліп отырсыз ғой, кәсіби прозаны. Бұл өте ауыр нәрсе. Осы сіз жүрегіңізде болады, неліктен осы? Соны жазып, енді ол кездегі максимализм, жастық максимализм. Қазіргі айтамын. Қазір енді меніңше, мен жаңа айтып отқан романизированный биография, ғұмырнама романдалған. Жаңа айттың әдеби элементтер, бұл әдебиетке өте жақын, көркем шығарма өте жақын келетін тұстары бар деп. Солда менің өзі 40 жыл болды, сол 30 жыл, соңғы 30 жылда осы немен келе жатым, романдалған ғұмырнамалық эссе. Мен сол жаңағы іштей прозаға, іштей өзім дайындалуымда бейсаналық тұрғыдан өзімде білмеуім де мүмкін соған дайындалған шығармын деп ойлаймын. Екіншіден, мына кейде бір жанрда ұзақ еңбек еткеннен кейін кейде соқаңды суырып демалып басқа бір жанрда жазып кету өзі жалпы әдеби психологияда бар нәрсе, әдеби шығармашылықтың психологиясында бар нәрсе, ондайлар өте көп әдебиеттің, дүниежүзілік әдебиеттің мысалында да. Бір жағынан сондай сені жанр ауыстырып тұрғым келгенде шығар. Кейде жалықтырады бір жанр бойы жаза беру. Жаңа бір соны өріске шыққың келеді. Үшіншіден жаңағы эсседе қанша дегенменен кейде әдеби шығарманың элементтерін пайдаланатын жерлер келіп қалады. Сол кезде тәжірибем жетпей қалатын жерлерін байқадым. Диалог, мәселен, құру, үлкен шеберлік талап ететін нәрсе. Речевая характеристика, тілдік мінездеме, табиғат, пейзаж мәселен, психологиялық параллелизмдер, олардың барлығына кейде эсседе бір абзацпен айтатынды көркем шығарманың 2 сөйлеммен беріп қоюға болады. Бір жұғындысын ғана көрсетіп, үлкен шеберлік талап етеді. Оны арнайы жұмыстану керек. Мен соны
сезінбекен шығарып, әдеби шығарма жазу арқылы кейбір эссеге солың қолымды бастықтырып тәжірибе жинақтасам ба деген болуым керек. Ең үлкен нәрсе объективті түрде алғанда прозаға келуімнің мен былай деп ойлаймын. Жаңа айтып отқан кейінгі қазақ прозасы деген көңіл толмаушылық. Соның ішінде жаңағы өмірге еш жанасымы жоқ, ойдан шығарылған, құрастырылған сюжеттерге, идеяларға қызмет етіп, солардың негізінде шығарма жазып жүрген кейінгі буындарымызға жоқ олай емес. Өмірдің өзінің ойып алып отырып та көркем шығарма жасауға болады дегенді айтқым келді деп ойлаймын. Мына аппақ сүю, енді оны мен өзім жақсы бағаламаймын. Одан кейін күні кешке шыққан өзіңнің порталында, әдебиет порталында жарық көрген мынау балабет басқа шыққан күн хикаят, пионерия хикаяты. Өмірде болған кейіпкер осы елде жүр. Ана кейіпкерлердің барлығы да елде жүр. Енді 100 деп айтпайын, 95% оқиғаның да барлығы 95-90% болған, 10% жеткізіп айту домыслы бар. Енді әдеби шығарма болғасын солай болады. Бірақ аты жөндеріне дейін өзгертілген жоқ. Сол күйінше алынды. Сол кездегі жаңа оқиға өткен жерлердің жұрты, орны, тұрған кәдімгі үйлер барлығы жаңағы фотомен видеомен берілді. Мәселен. Бұл енді бұрын прозада мен қазақ прозасында мұндай лангрин формасында, пошымында көркем шығарма жазылды деп ойламаймын. Бірінші мен соншалықты жаңа көрсеткім келгені осы. Бұлай да жазуға болады. Соны енді өткенде әртүрлі пікірлер оқылды, алдын ала мықты деген прозашыларға, білімдар жігіттерге оқытып сынатып алдым. Барлығы да прозашылар, әсіресе тәжірибелі прозашылардың менің досым Мақсут Ізімұлы оқып, анау-мынауға көңіл толмайтын жігіт. Ол негізі үлкен прозаик, кейін тастап кетті ғой енді, әйтпесе мықты прозаик. Сосын өзім прозада ұстазым Серік Асылбекұлы Секең, мәселен, сосын эссеистердің ішінен Мұхтар Құл-Мұхаммедов жақсы баға берді. Мен көңілім өсіп қалды, шынында дұрыс жолда келе жатырмын ғой деп ойладым. Соның ішінде анау Мұхаңның полифониялық нон-фикшн деген жанр айқындаушы менің көңіліме қонды. Сол негізінде полифониялық өмірдің өзі қалай мыңдаған, миллиондаған сәуледен тұрады ғой. Мәселен, мынаның ішінде қазір миллион сәуле тұр. Оны художниктер жақсы біледі. Мәселен, біз көрмегенмен олар көреді. Өмірде сондай. Ал сен жалғыз ғана постмодернизм немесе психологиялық реализм оны бере алмайсың. Оны беру үшін айтқан полифония болу керек. Қаншама ағыстар бар, бояулар бар, соның бәрін мүмкіндігінше қамтып беру керек. И қалай бар, солай оны фикшн. Сондықтан Мұқан осы жерде дәл түсті ғой деп ойлаймын. Осы полифония деген сұрағыңыздан шығады, бұл музыкада да бар ғой. Иә. Дәл солай. Мұны қойып отырған түсініп отырсыз, бағана өзіңіз айтып отырсыз, 3-4 шығарманы жаңа орыс тілде жаздым деп, сол Димаш қой, орысша жазылған. Соңғысы енді әрине қазақтың қазір мега жұлдызы, бір бақытына айналған азаматты аттап кетсем, ұждан алдында өзіме сын секілді Димашты. Сондықтан осы маған ең қызық жер әрине ол Димаш өз алдына жеке тақырып, бірақ осының мынау музыка деген бір үлкен көлдәрия тақырып үлкен. Көбінде бізде жаңағы прозаны прозаиктер жазу керек, әншіні әнші жазу керек деген секілді өзі бір стереотиптер бар ғой. Осының бәрін тасталқан қылып, мысалы әдебиетте жүрген адамның келіп осы музыканың, вокалдың табиғатын, музыканың табиғатын қалай жүрегіңізде олап барды? Осы ол да сол күттіңіз ба сізде бір мына бір сыншы айту керек пе деп, одан бір ештеңе шықпағаннан кейін барып отырсыз ба? Қалай бұл сонда? Енді мына Димашқа осыны жазып. Бұл шықтап келген енді музыка критиктердің әңгімесі ғой, музыка сыншылардікі. Иә, әрине, музыка танушылардың, музыка сыншылардың әңгімесі. Бізде музыка танушылар жоқ емес, Құдайға шүкір бар. Соны айтамын. Бірақ көбінесе академиялық стильде жазады. Сосын кейін Димаш ол менің ойымша тек қана академиялық стильға бағынбайтын феномен. Ол мүмкін емес деп ойладым. Екіншіден музыка сыны бізде жоқ деп ойлады. Жалпы біздің музыка танушылар, сазгер тұлғаларымыз туралы қазақ топырағында жазылған кітаптар өте санаулы екен.
өте аз. Енді 50-60, 70 жылдар болды жекелеген мәселен тұлғалар туралы, бірақ кейінгі мынау тәуелсіздік алған жылдарда мәселен Зәкірия Сабаевтың Ермек Серкебаев туралы кітабы ауызға түседі. Сосын кім деген Жәмила Серкебаева, по-моему, бір кітап шығарды. Сосын Ақтаева деген бір орыс тілінде көбісі қалған естеліктер ғой, тек қана. Қалғандар естеліктер тек қана, ал былай жеке тұлғалар да аз батқан. Оның ішінде мынау қазақ музыкасының тарихы, соның ішінде қазақ эстрадасының даму эволюциясы, қазақ әнінің жалпы даму эволюциясы деген нәрселер бойынша ол беті жабулы қазан, сол жабулы күйінде жатыр. Мен соны аңғардым. Мен бұрын білген жоқпын. Димашқа түскен кезде енді жан жағымды қарманып іздеймін ғой. Әрине. Енді қолым ұстауға келмейді, көп нәрсе жоқ. Содан кейін әйтеуір жоқтан құрап дегенде өзімнің білігімменен енді жазылды. Ауқымды кітап болып шықты. 1400 бет. Бірақ енді қысқартып сығымдаған кезде 900 бетке түсті. Одан әрі қысқарту редактордың айтуынша мүмкін емес. Себебі Сенгерде Димаш қатысқан 17 жылға 13 эпизод, соның әрқайсысы жеке-жеке талданады. Оны қысқарту мүмкін болмай қалды. 2 том, Алла қаласа көктемде шығу керек осы. Бірінші тома. Енді неге орысша жаздым? Ол кезде мен сол жаңа мақсатты аудиторияны ескерген болдым керек, себебі мен 17 жылы мен тамызда бастадым, 22 жылы жазды аяқтадым, почти 4,5 жылдай жаздым, енді арасындағы нелерді, басқа нәрселерді жазған алып тастаған кезде 4 жылдай жаздым таза. Сонда Ресейде де даңқы, ТМД елдерінде даңқы гүрілдеп тұрған кезде, қазір де солай ғой енді. Соларды есепке алып жаздым ғой деп ойлаймын орысша. Содан кейін екіншіден жалпы музыка танушылық, арнаулы әдебиет орыс тілінде көбірек. Интернетте де кітап түрінде шыққан, қағаз түрінде шыққандарда. Сол. Бұл да жаңа романизированный эссе, романдалған, соның үлкен ұлғайған түрі. Бұл жалпы романизированный романдалған ғұмырнама болғанмен, оның ауқымынан шығып, социо-мәдени зерттеу еңбекке айналып кетті. Оның ішінде ілгерлі кейінді оқырманды әкеліп тастап, апарып тастап отырып, Димаштың генезисіне оралып отырып, балалық шағынан бастап, есейген жігітке дейін, кезіне дейін, Қытай кезеңіне дейін, жаңа сөйтіп, соның барлығын қамтып, 22 жылдық ғұмырын мен астын төңкеріп жазам, сөйтіп отырып, жалпы қазақ қоғамының, қазақ өнерінің, соның ішінде музыканың, соның ішінде эстраданың тарихын толғаймын. Қазақ дәстүрлі әнменен байланыстары, оның эволюциясы деген мәселелер, солардың бәрін талдап келіп отқан кезде көлем ұлғайды. Бұл қат-қабат, көп қабатты, многослойный дейді орыстар жаңағы. Көп планды, көп жоспарлы, үлкен еңбек болып айналып кетті. Ал енді бұны оқи ма, оқымай ма қазіргі оқырман? Бұл енді үлкен сұрақ тудыратын нәрсе. Бірақ менің ойымша, оқырманға қазір біз деңгейіне түспеуіміз керек. Оқырманды қайта өзіміздің деңгейімізге көтеруіміз керек. Үлкен кітап оқитын дәстүрімізді қайтадан жандандыруымыз керек. Қазір дүние жүзінде Европада болсын, Америкада болсын, Ресейде болсын, үлкен кітапты оқуға қайтадан ынталандырып жатыр халықты. Ал біз баяғысынша ресми жоғары жақтарды басқан идеология бойынша мәдени оқымайды деп мүдіріп қарап отырамыз, қол қусырып. Олай емес. Қазір шынында 5 беттен артық оқымайды ешкім. Сондықтан мен әдейі осығанда жаңа қырсыққаным сияқты, жаңа прозаға барғаным сияқты кейінгі жырынан. Мен де әдейі үлкен кітап жазуға тырысқан сияқтымын. Бессознательно деңгейде. Енді бұл үлкен болған ең үлкен бір себебі Димаш дейді феноменді ашу үшін оны 300 бетпен, тіпті 400 бетпен ашу мүмкін болмай қалды. Оның дауысы қайдан келді? Ол қазақта баяғыда бар, өзіміздің биік регистрлі дауыстар Димашқа дейін де болған, оның алдында да болған. Анау ғарифолалар, анау мұхиттар. Тақыр жерден таутылмайды ғой. Солай ғой. Кешегі 70-ші жылдары Жүсіп Сейіліп деген Ақтөбеде биік регистрлі сопрано дауысты әншілер болған. Ғарифоланың өзі, Ғарекеңнің өзінің дауысы сопрано. Сезіледі. Үшінші октаваға дейін шығып кетіп отырған. Дұрыс айтып отырсыз. Неге ол аяқ астынан пайда болған жоқ. Әрине.
болдыған нәрсе. Бізде баяғыда бар. Дауыс түрлері. Мәселен, жаңа біз айтып отқан, біздер анау не дейміз ғой, жаңағы тенор, баритон, сопрано, меццо-сопрано дейтін дауыстардың барлығы да қазақта болған, тіпті оның аттары да болған. Баршын дауыс, шыған дауыс, шыған деген білесіз ғой, көрдіңіз бе? Сондай оның бәрін іздесе шыға береді. 5 дауыстың түрін қазақ несінен таптық, мәселен, ескі кітаптардан. Солай ма? Иә. Қазақтың 5 жаңағыдай классификациясы бар. Солар арқылы келіп, сол дәстүрдің ізбасары жалғастырушысы. Жалпы қазақтың 19 ғасырдың аяғынан бастап күні кешеге дейінгі қазақ әнінің эволюциясы шоғырланып түрде кімнің Димаштың дауысына келіп құйылған. Мен соны ашуға талпындым. Соның ішінде сол арқылы жаңа стилі, қазақтың сол жаңағы 20 ғасырдан эволюциялық келе жатқан Европаға түсіп, одан кейін Советтің әсеріне ұшырап, одан айырылып қалып, одан кейін қайтадан Европаны тауып, неше түрлі мұңға болып сөйтіп, әртүрлі бұлтаққа түсіп ізденістерінің жиынтығы алынған кезде Димаштың эрупtivті психоделикалық стиль, ән салу стиль дегенге келіп тірелді. Эрупtiv деген сөз жарылыс, взрыв. Жаңа келіп лақтырып жіберген кезде космостық шыған дауыспен кетеді. Взрыв жарылады. Оған дейін жайлап, сатылап келе жатады. Қазақ әндердің өзі, дәстүрлі әндердің өзінде де бар, сен өзің білесің ғой әнші ретінде. Қалай? Ана структурасы, құрылымы қалай келетін, біртіндеп. Даже кейде куплет запевтің өзі де болмай қалады, припевтің өзі де болмай қалады. Жаңадай фолк баллада түрінде өрістеп отырады көптеген әндері. Соның барлығы қарасаң, кім фолк баллада дәстүрі біздің өзімізде бар. Соны жайлап сатып алып жарылады, гравитациялы жарылыс. Сол кезде космосқа, ғарышқа алып жөнеледі сені. Сол кезде адамның миы, құлағы қаңғып, басы қаңғып, құлағы шыңылдап, үні бітіп, басқа бір әлемге еніп кетеді. Бұл психоделикасы. Вот неге Димаш дүние жүзіне қазір осыншалықты фанаттар, өзін танытын тамынушылар жиналып отыр. Бұл қазақ өнері деген тамынушылық. Димаш емес. Әрине. Бұл аржанда қазақтың өнері дейсіз ғой. Иә. Негізі таған. Қазақ. Дұрыс. Мынау енді соңғы сұрақ, қалай болғанда да дәл қазір біз мынау қаңтардан кейін екінші республика, жаңа Қазақстан деген секілді ұрандар көтеріліп жатыр. Енді не десек те бұл әрине бұл ұғымдар ұран болса әрине жаман. Ал бұл сана мәселесі, көзқарас мәселесі, болмыс мәселесі болса, онда жақсы. Бұны қойып отырғаным, бірінші осы әуелі ескіні анықтама беру керек. Қателескен жерімізге анықтама беру керек. Катарсис деген мәселе болу керек қой, қайғы. Өйткені ұлтта солай ғой енді. Бір жаңалыққа жету үшін, өйткені көзқарасын терістеу керек деген секілді. Осы жеке адамның ішінде жүріп өту керек дүниелер, соны сіз алғаш айтқандай болдыңыз. Мынау мен үшін 29 мамыр ақталу күні деп, арылу күні, арылу күні деп. Осы ұйғарымға неліктен келдіңіз? Осы арылуға. Менің ойымша әр адамда арылу күні болу керек, күндердің күнінде. Воскресенье дейді орыстар, Толстойдың атақты романы «Арылу» деген аты бар. Қарағанда керемет психологиялық нәрсе адам. Мынау діни, жоғары діни санамен жазылған шығарма. Сол сияқты біз дәл қазір сондай арылу, воскресенье жағдайына келіп тұрмыз. Себебі оған әдімі жоқ келмеуге себебі біздің қазақ елі, қазақ қоғамы менің ойымша бір үлкен апаттың алдында тұрғандай болады. Апаттың алдында. Қазіргі геосаяси жағынан келіп қарасақ та, ішіміздегі жағдайды алып қарасақ та, қазақ дәл мынадай болып, даже патша кезінде де, Совет үкіметі дәуірінде де дәл осылай қырық пышақ болып, пашақ болып бөлінген жоқ еді. Қазір екі қазақ отырса, үш қазақ отырса, бірімен бірі бастары сыймайды пікір. Тарихымызға да бір текті көзқарас жоқ.
руханиятымызға да бір тектік көзқарас жоқ, саяси да бір көзқарас жоқ. Үй ішінде де бөлініп бір бөлек республика жасап алған, мәселен, әке бір бөлек, ата бір бөлек, шеше бір бөлек. Бойтып құм сияқты пышырап кете беретін болсақ, біз ел болудан қалуымыз әбден мүмкін. Егер біз дәл қазір осы өткен замандарымыздың барлығы, жаңа айтып отқан, мен айттым ғой жаңа, орыс тілі сабағы деген эссемізден шығарып, мына құлдық сананың қанда сол өзін құл етушілерге ғажаптануы, соны әулие көріп, әс көріп, әспеттеуге баруы қалай адамның ішіндегі метаморфоза, рефлексиялар. Мен жаңағы сол адам жеке бір ешкімнің атын айтқан жоқпын арылу күнінде. Бірақ біздің қоғамымыздың жартысынан көбі, тіптен 80% көбі сол уменен, жағымпаздық уменен уланып қалу. Яғни құлдық сананың өзінен күштінің, тістінің алдындағы құлдық ұруы, өзін басына тепкілеп жатса да соған рахаттанатын гедонизмге бой алдыруы. Бұл тамыр ар жақтан келе жатқан нәрсе. Біз қашан орыстың аю құшағына құладық, содан бері келе жатқан нәрсе. Енді дәл осы кезде, жаңа Қазақстан жағдайында, бізден бір күрт өзіміз арылмасақ, мойындамасақ, шынында біз сөйттік. Ауруын жасырған өледі. Мен де кінәлі емеспін. Себебі менің қанымда бар нәрсе, генімде бар нәрсе, осыдан 100 жыл бұрын, 150 жыл бұрын кірген нәрсе, 1731 жылдан бастап, деп сөйтіп, халықта сол көзбен, көпшілікте сол көзбен қарайтын болсақ, әркім сөйтіп арылатын болса, біз жаңадан қан құятын болсақ, өзіміздің ағзамызға да қоғам сол арқылы қауынан, онда біз шынында жаңа қазақ болып барамыз 21 ғасырдың ортасында. Ал егер оны жасай алмайтын болсақ, жауырды жаба тоқымдай беретін болсақ, онда біздің мына апаттан шығу шықпауымыз не қайбыл. Мен соны айтқым келді арылуда. Арылу күні болу керек. Арылу әр жылдың жалпы ұлттық аза күні деген сияқты ұлттық арылу күні болу керек. Рахмет айту күнімен қатар. Алғыс айту күні деген алғыс айту күнімен қатар. Рахмет. Ертең ба? Қашан? Ертең бе? Жоқ, бүгін ғой. Жоқ, ертең. Бір күннен бастала дұрыс алғыс айту күні. Алғыс айтып болып, сосын арылуымыз керек. Дұрыс айтасыз. Осымен сұхбатымыз болды деймін аға. Болып қалды. Құрметті көрермен қауым, осымен сұхбатымыз тәмам. Құрметті Мақсат ағай, Мақсат аға келіп, емен жарқын сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Біз енді әрине өзіңізден сұрар дүние көп еді, бірақ күн батпаймын десе де кеш қоймайды деген секілді біз уақытқа бағынамыз. Ал амандық берсе, тағы да біз дидарласамыз, сөйлесеміз ғой деп ойлаймын. Өйткені менің көкірегімде қалған сұрақ көп. Сол күндерге жаратқан жеткізсін. Құрметті көрермен қауым, есендік болсын, тек жақсы күнде жолға амандық болсын.